Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өте дәмді және де жасалуы өте оңай алатау салаттың рецебін ұсынамын. Сіздер де жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге керекті заттар бірінші кезекте осылай шұжық, сыр, қызанақ және де тұздалған қияр, чечил сыр және де майонез, аздап тұз керек болады. Бірінші кезекте осылай барлығын үш бұрышты етіп турап аламыз. Ендігі кезекте сырымызды турап аламыз. Сырдан мен эмир деген сырды қолдандым. Қалауларыңызға байланысты қалаған сырларыңызды қоса берсеңіздер болады. Содан соң жұмыртқамызды тураймыз. Бұл жерде жұмыртқа міндетті емес. Салат жапырағы қосылу керек болатын. Мен салат жапырағын таппағандықтан осылай үйде жұмыртқа болған соң жұмыртқа қостым. Өте тойымды салат шығады. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, қазақша арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Содан соң жұмыртқаны турап болғаннан соң тұздалған қиярымызды тураймыз. Екі басын алып тастаймыз. Үлкен болса, кіші бөліктерге бөлесіздер. Менде кішкентай болғандықтан екі бөлікке ғана бөлдім. Осылай майдалау етіп турап аламыз. Ендігі кезекте осылай қызанақтарымызды да үш бұрышты етіп турап аламыз.
Содан соң осылай чечилымызды арасын ашып, барлығын бөліп аламыз. Барлығын осылай бір ыдысымызға салып болғаннан соң майонезді салып, салатымызға аздап тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі және дәмді салат шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.